Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, қымбатты менің демеушілерім, жаны жайсаң көрермендерім. Мен сіздермен біраз болды экранда көрмегелі, көріспегелі. Ауырып қалдым, мына үлкен кісі болғаннан кейін ауыра береді екенсіздер. Бүгін мен бір кішкене ерекшелеу, бұрын жас кезімде лагманға деп өстіп мынандай жусайды дайындап алушы едім. Соны кішкене ұмытыңқырап қаптым, сонда да соны істеп көрейін, сіздерге көрсетейін, пайдам тиіп қалар деген ойменен соны істегелі жатырмын. Алдыменен міне мынау полугорки дейміз ғой, жартылай ащы бұрыш. Мына қолымда перчатка жоқ, сондықтан міне кәдімгідей ащы екен, қолымды майлап алдым. Келесі кезекте міне мына чеснок, осы сарымсақты бүйтіп үккіштен өткіземін. Өткізбей дөңгелек қып кесіп істесеңіздер де, қалай істесеңіздер де болады. Бұны негізінде тұздап алуға да болады. Көз болып, міне қысқа дайындық, бамды жабу керек. Енді мына үлкен кісі болғаннан кейін бұрынғыдай емес, жиі қылтың-сылтымыңыз көп болып жатыр. Тойымыз бар, асымыз бар дегендей. Бәрінен де той, жақсылық көп болсын елімізде. Қайран жастық өтіп барады. Өтіп кеткен денсаулықтың қадірін жас кезде білмейді екенбіз. 200-ге жуық банкалар жабылшы еді. Қазір не 5-6 банканы демалып жүріп жабамыз. Жас кезіңде бәріне қызығасың, бәрін істеп қалуға тырысасың. Жаңалық, жаңаша қызығатын кезің ғой. Міне енді осылай етіп біраз тұз салып алам мына сарымсаққа. Жас адамдар денсаулықтарыңыздың қадірін біліп, мынандай жаңалықтарды істеуге тырысып, сөйтіңдер. Жусайды жуып, кішкентайда болсын бір әлгі суланған жерін жібермей, тазалап алып, содан кейін барып, оны жудым. Енді бүйтіп кішкене ғана, мына егерде осындай перчаткаларыңыз жоқ болса, мынандай күнбағыс маймен майлап қоясыздар. Бісміллә деп бастайын енді. Мінеки енді бұлай. Осылай істеп алдым да, бір-біріне беттестіріп. Енді ащы бұрыш емес, тәтті бұрышпен істеуге де болады. Мен енді мынау жартылай ащылау болған жақсы. Міне бісміллә деп бүйтіп ораймын міне. Енді бұны сөз жоқ, екеуден салмасаңыздар да болады мынандай нені. Перец. Лазы деп қоямыз, бұрыш деп қоямыз. Мен біреу ғана істеймін қазір. Бұрынғыдай емес, қолдың да ебіге тұрмай тұр. Міне енді дәбе осылай етіп
қалғанын тура осылай етіп толтыра бересіздер. Міне қымбатты менің көрермендерім, банкіні міне толтырып болдым. Нығыздап салсаңыздар, ештеңе етпейді, нығыздап салыңыздар. Міне енді 1 литрге толы бір қасық салайын деп тұрмын. Жабуды бастайын. Бұл кәдімгі крандағы суық су. Бисмилlah. Жусай деген нәзік шөп, ол қайнақ суға болмайды. Енді бұған мына 70%-лық уксустан шамалы ғана бірнеше тамшы тамызайын деп тұрмын. Міне бұл өте күшті ғой, 70%-лық. Жусай деген енді өте дәмді шөп қой. Қыстың күні лагманның дәмін өте қош иістендіріп, дәмін жақсы кіргізеді. Міне қымбатты көрермендерім, 3 банкі шықты менің жусайым. Міне тұзы ерігенше бұны да бүйтіп әбден дөңгелетіп, тұзы еріп болғанша бұны тағы да айтып қояйын сіздерге, тастай суық сумен жапқан дұрыс. Егер де менің видеом ұнап жатса, осылай етіп, сіздер де жауып көріп, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.